Жезқазғандықтар тарапынан 109 қызметіне 14.500 шағым түскен. Мәселелердің барлығы дерлік шешімін тапты. Тұрғындарды негізінен қаланың абаттандырылуы мен коммуналдық сұрақтар мазалайтын көрінеді. Өлкені цифрландыру аясында облыс әкімдігінің қолдауымен ашылған бірыңғай байланыс орталығы бүгінде өміршеңдігін дәлелдеді. Тура бір жыл бұрын жұмысын бастаған мекеменің жұмысы жайлы келесі бейнематериалда. Сәлеметсіз, здравствуйте, 109 байланыс қызметі тыңдап тұр. Орталықтағы телефондарға тәулік бойы маза жоқ. Бұл жолы Жезқазғандағы көп қабатты үйлердің бірінде құбыр бітеліп, кәріз суы тұрғындарды сарсаңға салды деген шағым түсті. Оператор дереу тиісті мекемеге хабарлады. Нәтижесінде мәселе сағат өтпей шешілді. 109 қызметінің пайдасын тұрғындарда бағалап үлгерді. 109 желісі мен Instagram желісінен білдім. 109 желісі көңілімнен шықты. Неге десеңіз, ПТС-ге звондасаңыз, заявканы кеш қабылдайды, кешігіп келеді. Бәріне 109-ға звондасаңыз сразу келеді. Сол үшін көңілімнен шықты. Бірыңғай байланыс орталығы облыс әкімдігінің жобасы цифрлық технологияның игілігі. Мысты қаладағы қызмет сапасын оңтайландыру үшін құрылды. Яғни тұрғындарға енді арыз шағым арқалап мекеме табалдырығын тоздырудың қажеті жоқ. Кезекке тұрып әуре сарсаңға түспейді. 109 нөмірін теріп, кез келген сұрақ бойынша көмекке жүгіне алады. Мәселе күрделілігіне қарай шешімін табады. Түскеннен 1 сағаттан 12 сағатқа дейін орындалу керек негізінде, бірақ апаттық жағдай болған кезде оның күрделілігіне байланысты шешім уақыты созылуы мүмкін. Операторлар қоңырау түскеннен кейін әр мәселенің орындалуын өздері қадағалап отырады. Қадағалайды, өтінім берушіге кері байланыс жасап, қалай жасалып жатыр, қанағаттанбады ма, бізге сол маңызды. Өтініш берушінің айтқаны маңыздырақ. Айта кетейін, мұндай қызмет әзірге Жезқазғанда ғана бар, бірақ облыс тұрғындарының өтініш тілегі де назарсыз қалмайды. Барлық шағымдар жергілікті әкімдікпен тиісті мекемелерге жеткізіледі. Қазір орталықта 16 қызметкер 2 ауысымда кезекшілік етеді. Келешекте олардың қатары өсуі бек мүмкін. Себебі қызмет жұмысы нәтижелігін көрсетті. Айтпақшы, 109 нөміріне қоңырау шалу тегін, әрі әлеуметтік желі арқылы да шағым жолдауға мүмкіндік бар. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы үшін арнайы Ұлытау облысынан.